Қайырлы күн ұстаздар, сіздермен бірге Сандуғаш Қадырғалиевна YouTube канал арнасы. Ұстаздар, сіздердің сұрауларыңыз бойынша менімен бірге дайындал айдарының 3-ші шығарылымы ұсынылып отыр. Бүгін сіздермен бірге оқыту әдістері педагогикадан 40 сұрақты талқылайтын боламыз. Ендеше бастайық. Бірінші сұрақ педагогикалық қарым-қатынас көрсетеді. Білім беру процесі субъектілерінің өзара әрекеттестік формасын. Оқушылар мен мұғалімдерге білім және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты. Кері байланыс. Социометриялық әдіс мүмкіндік береді. Ұжымішілік, тұлғааралық қатынастар деңгейін анықтау. Дарынды және талантты оқушылардың табандылыққа қатысты сипаттамасы. Қойған сұрақтары тиянақты, нақты болады. Іс-әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны. Міндеттеме алу. Жеке тұлғаның қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлар. Биологиялық тәрбие, әлеуметтік орта. Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды. Мұғалімдерді даярлау. Шынайы әсемдікті жалғаннан, әдеміні кейіпсіздіктен ажырата алу дағдысы. Эстетикалық талғам. Оқушылардың өзін-өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен қызығушылықтарының пайда болуы. Ішкі уәж. Сабақты зерттеу үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем. Оқу үлгерімі. Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйіні. Креативтілік. Формативті бағалау дегеніміз қалыптастырушы күнделікті. Топтық жұмыс жүргізудің қанша түрлері бар? 2. Меңгеру процесінің негізгі этаптары. Есте қалдыру, қорытындылау, бекіту, қолдану. Оқуды даралаудың шешуші критерийі. Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету. Гербард бойынша тәрбие мақсаты болып табылады. Адамның үйлесімді қалыптасуына бағытталған қызығушылығын жан-жақты дамыту. Топтау әдісінің тиімділігі. Топ ішінде кері байланыс жүреді. Дәстүрлі білім беру технологияларына жатқызылады. Дәрістер. Дидактиканың негізін салушы. Каменский. Акты мұғалімге оқу барысында көмек көрсетуге арналған. Әдістеме. Мамандық бұл. Нақты кәсіп шеңберіндегі қызмет түрі. Мектеп пен отбасының қарым-қатынасы болып табылмайтын форма. Туристік саяхат. Білімді игеруде үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау әдісі. Механикалық есте сақтау. Оқытудың қандай принципі оқушылардың даму ерекшеліктерін, оқу мүмкіндіктерін ескеруді талап етеді. Шамаға лайықтық. Қазақстан Республикасы білім беру саласындағы мемлекеттік саясатының қағидаларына жатпайды. Ерлер мен әйелдерді жеке оқыту. Ренсули мен Райс анықтаған дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз. Жалпы зерттеу жаттығулар. Білім алуда қандай бағалау аса пайдалы? Формативтік. Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын негізгі фактор. Балалардың қалай оқитын мұғалімнің түсінуі.
өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі болып табылады. Жарысу, үлгілер мен тәсілдерді көрсету, жетістік жағдаятын құру. Бұл әдісте өтілген мәтін бойынша мысалдар келтіреді. Мысалдарды оқу кезінде оқушылар келтірілген мысалды мәтінде бар жоғын анықтайды. Өзіңізді тексеріңіз әдісі. Берілген тапсырмаға байланысты қойылған сұрақтарға жылдам жауап беретін әдіс. Ыстық, орындық әдісі. Тұтас педагогикалық процестің компоненттерін көрсет. Оқыту мен тәрбиенің мақсаты, мазмұны, формалары мен әдістері, нәтижесі. Мектептегі технологияларға жатпайтын құрал. Археологиялық мекендер. Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі. Байқау. Оқушының өз мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну және бағалауды қамтитын метатануды өлшеу құрылымы. Тапсырмаға бағытталған. Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша беріледі. Адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар. Оқытушының кәсіптік өзін-өзі тәрбиелеуі бұл. Жеке басының кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту бойынша саналы жұмыс. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы. Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы, ұйымдастырылған. Дарынды және талантты оқушыларды ынталандырып және әлеуетін дамытудағы тиімді тәсілдер. Экстернат және зияткерлік тапсырмалар беру. Сабақты зерттеудің алғашқы қадамын көрсетіңіз. Нәтижені қамтамасыз ететін ережелер жүйесін құрады. Сонымен бүгінгі аттестацияға дайындалудың 3-ші шығарылымы аяқталды. Видеоны көріп, тамашалағаныңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп, әріптестерге бөлісе жүріңіз. Жаздық демалыстарыңыз сәтті өтсін, кәделеріңізге жарасын.